Марат пен Вадим көлік ұстап келе жатыр еді. Сағат кеш болды, ешкім қаламайды. Екі сау жігітті көтеру үшін тоқтаңыз, сондықтан олар тіпті жоқ. Олардың қасына қандай да бір құрметті бұның келе жатқанда бірден жауап берді. Уақыт екеуі де басқа жаққа қарап, жақындап келе жатқан шамдарды күтті. Марат жан-жағына қарады, түсінбей. Күңгірттенген әйнек қалай бір қалыпты сырғып түседі. Жігіттер бір-біріне қарады да Марат көлікке қарай жүгірді. Ол басын терезеден шығарып жіберді, бірақ тілі қатты. Көмейіне тығылып, салонның ымыртында таңғажайып көрініс пайда болды. Миниатюралы қара шашты қыз оның жағына сұрақпен қарады. Мінсіз өңделген қолдарын руль дөңгелегіне қойды. Бірнеше түймелер, декорумнан төмен, қысқа юбка, биік. Жіңішке аяқты ашып көрсетуі мұның бәрі оның жүзіне қайшы. Кішкентай томпақ ауыздың бұрыштары қайғылы түрде төмендеді, ал үлкен қара көрінді, қорқынышты бір бостық қатып қалды, бірақ жастық. Бейқамдық мені осы үрейлі фактіні санадан айырды. Ақыры сөйлей алды. Ол тәбетті домалақтан көзін әрең ажыратты және мені ардагерлерге апарасыз ба деді. Отырыңыз деді ол немқұрайлы. Бейтаныс адамдар басын шайқады да қарсы тұрған терезеге бұрылды. Оның көлігіне кім отырғаны және олардың қаншасы Вадим отыратыны маңызды емес еді. Артқы орындық қызды айнадан көруге тырысып. Дөңгелегі сықырлаған бым көлігі орнынан көтеріліп қалды. Әңгіме 1-2 минуттан соң үнсіз қалды. Бағдаршамның белгілердің жоқтығын мойындай отырып, бымы түнгі көшелермен ұшып кетті. Формула 1 ауырып тұрғандай тоқта, Марат көлік келе жатқанда іше бастады. Ұшып, айналма жолдағы көпірден өтіп, Розенштейнге қарай жүгірді. Сырттай жауап бермеді, бірақ бұны біреуінің жанына тоқтады. Тозығы жеткен үйлер, қыз, бәрі жақсы ма? Біраз қобалжыды. Деп сұрады Вадим еңкейіп күңгірт көшеге қарап. Алда бейтаныс жігіт иығын көтеріп, бағаны сұрамастан бізді отырғызды, бірақ сұрамады. Мен қорықтым деді Марат досына қарап, маған бәрібір. Жансыз деді қыз. Аға деді Марат ойланып. Бірақ бәрібір, әпкем мен оның күйеуі саяжайда. Барайық, оның үйінде бәрі жақсы ма, жоқ па? Қыз қайтадан иығын көтерді. Иықтар, қайда бару керек? Жігіттер бір-біріне қарады, әлі де өз сәттіліктеріне сенбей. Марат тез арада мекенжайды айтты. Сенің есімің кім деп сұрады. Олар көліктен түсіп, қыз дабылды қойды. Таня. Ол қысқаша жауап берді. Ол жерде. Бір мезгілде оған таң қалды. Ол қысқа болды, миниатюралық деп айтуға болады. Тіпті оның сандалының биік өкшелі туфлиі де оны жігіттермен бірдей етпеді. Өте пропорционалды салынған оның айналасында. Қысқа юбкасының қатпарлары дірілдеп, биік кеудесі жіңішке болып жарылып жатты. Мата, кішкентай аяқ, жұптар бауымен байланған, көзді көтерместен. Оның серіктері, Татьяна механикалық қуыршақ сияқты алдыңғы есікке кірді. Баспалдақпен көтерілді, ол дәл осылай қадам басып, дұрыс жерге қарай жүрді. Пәтерде, бірақ Вадим оны шынтағынан ұстап, Марат тырпылдап жүргенде жібермеді. Марат есікті жауып бұрылды. Оның қолы қыздың жіңішке белінен қысып, басын төмен түсіріп, екіншісі қимылдады. Оның қойнында саяхаттады, мұның бәрі тыныштықта болды. Екі достың тынысы ғана естілді. Болып жатқан жағдайға жауап берді, сыпайы қолдарға толығымен бағынғандай болды. Мұның бәрін оның денесі жасаған жоқ. Вадим, біз жеребе тартамыз ба? Вадим. Достары тиын іздеп жүргенде осындай жайлы баспанадан қолын суырып алды. Қыранды кім алады деп таласып жатыр еді. Қыз әлі ортада тұрды. Толықтай дерлік жалаңаш денемен дәліз, сондай-ақ ұтыс ойынның нәтижелері. Оның болашақ тағдыры оны көп алаңдатпаған сияқты. Қуанышты айқаймен және әкелік түрде досының иығынан сипап, Вадим қызды ішке тартты. Ол мүлдем қарсылық білдірмеді, Вадимге қозғалуға рұқсат берді. Қалған түймелерді ашты, ол оны кең төсекке итеріп жіберді. Менің жігітім, құлап, сандалдар жоғалып кетті. Қызға ғашық болды. Татьяна қабырғаға қарап немқұрайлы жатты. Қалың шашы төсек орынға шашылып, тынысын тартқан Вадим еңкейді. Деп мүлде елемей, Таняның нәзік бетінен сүйді. Қыздың беті қайтадан тасқа айналып, әдеттегі бейжай кейіпке енді. Жатым бөлмеге асыққан Марат қызды сол қалпында тапты. Вадим көзін жұмып кетіп қалды, сонымен бірге сүйіспеншілікке кірісті. Деп бұйырды Марат, тәтті стома сәл шегінгенде.
Олар аяқтаған соң, олар сыра ішіп, ас үйге жайғасты. Дәлізде әдемі көрініс жарық етті. Бұл Таня, ол киіммен айналыспаған. Жігіттер қайсының соңынан еру керектігін талқылап жатқанда, ваннаға түсіп кетті. Қыз, судың дыбысы басылды, ал бірнеше секундтан кейін Таня алдынан шықты. Таня жалаңаш денесінің барлық әсемдігімен сыпайы көзқараспен кірді. Ас үй, ештеңе кедергі болмас үшін жоғары қарамай және қолын артына жасырмай. Оның дұрыс пішінін көру үшін жігіттер аянышты түрде. Жалаңаш фигураны құшақтап, жұмысын істеп, екі дос ұйықтап қалды. Қызды тағы бір рет сүйгеннен кейін бірден және қашан. Оянған кезде олар қыздың жоғалып кеткенін, артында мыжылған күйде қалғанын білді. Парфюмерия және олардың серіктестерінің терісінде жұқа иіс жоқ. Ол қарапайым ұрыға ұқсамайды, бірақ ол қандай екенін анықтай алады. Біз түнді күтеміз, компьютер қосулы шығар. Хабарлама қалдырды. Марат тышқанмен скринсейверді түрткенде дұрыс болып шықты. Жоғалып кетті. Балалар ашық ой терезесін көрді және оны оқыды. Мен сізді бос мәліметтермен жалықтырамын, бірақ мен жағдайды қысқаша сипаттағым келеді. Қысқасы, менде қатты қызғаншақ күйеуім бар, ол әр бағанадан қызғанады және дерлік. Апта сайын бізде қорқынышты жанжал болады. Күйеуімнің күдігі негізсіз болды, мен әр кезде қатты уайымдап жылайтынмын. Мен ашуландым, әдетте осындай күндеріммен жүгірдім және көлікті жүргіздім. Мені тыныштандырады, ал таңертең мен жан тыныштығын тауып күйеуіме қайтамын. Кеше менің күйеуім шыдамсыз болды, бізде әдеттегідей. Үйден секіріп, көлікке мініп, түнгі көшелермен жүгірді. Сонда мен сені көрдім, ол маған ток соққандай болды. Мен күйеуімді алдаймын ба? Мүмкін маған оның күдігіне шыдау оңайырақ болар. Қалғаны сен. Сіз өзіңізді білесіз, мен шынымен де менің жанымнан ауыртпалық түскендей сезінемін. Менің күйеуімнің сөздері мені іштей күйдірмейді. Балалар, мен сізге ризамын, мен сізбен сөйлесу үшін Вадимнің ұялы телефонынан қоңырау шалдым. Хабарласыңыз, егер қарсы болмасаңыз, келесі жанжалдан кейін мен сізге хабарласқым келеді. Электронды желілер арқылы жүгіріп келе жатқан Вадим мен Маратты кездестіріңіз. Бір-біріне қарап екеуін де қатты сүйдім.